Hey, саламатсыздар, сізбен бірге Әлімхан STB. Бүгін біз достар қалай ойындардың және нелердің неше түрлі ойындардың чит түрлерін жазатынын үйрететін боламын. Ал достар, видеомыз бастаймыз достар. Арнаға кім тіркелген болса тіркеліп кетеміз және лайк басып подписаться кнопканы басып кетейік. Ал достар, видеомызды бастаймыз. Ол үшін чит түрін жазу үшін Telegram жазып аласыздар. Міне Telegram жазып аласыздар. Палмакартқа кіресіздер де Telegram жазасыздар. Міне мен уже Telegramға кірдім. И қазір поискқа бүйтіп жазамыз. Freedroid. Міне осы сайтта неше түрлі ойындардың чит түрлерін жазуға болады. Осының ішінде өзіңіздің қалаған ойыныңыздың чит түрін жаза аласыз. Free Fire, даже PUBG бар, және Minecraft бар, неше түрлі. Міне Minecraft бар. Осы скачать дегені басасыздар да, және старт дегені басасыздар, және мынаны басасыздар. И және ол 15 мегабайт болса, оны күтіп жазасыздар да, и чит түрін универсеніздер де болады. Және достар, осының лайфхактары бар. Мысалы, Sigmon Party жазайық. Sigmon Party деп несін жазайық, атын. Сосын Sigmon Party'дің міне Freedroid деген это сборник игру про Sigmon. Здесь вы сможете парти дейді. Осыған кіреміздерді, міне осы Sigmon Party'ға скачать дегенін басасыздар, және старт дегенін басасыз қайтып, және Sigmon Party'да установить етеміз. Ал достар, қазір мен Sigmon Party'да установить еттің кезінде кездесетін боламыз. Ал стопқа кетейік. Ендеше достар, Sigmon Party скачать етілді. Енді мұнан басамыз және осындай жазулар шығады. Әрине settings деген басамыз және мұнаны басамыз. Шығып кетеміз. Telegramға қайтып кіреміз. Continue деген басамыз және разрешить деген басамыз. И Freedroidқа қайтып кіреміз. Sigmon Party'нан басамыз қайтып. Міне установить деген басамыз. Установка болып отыр. Егер де сіздің памятіңіз толып тұрса, оған шыдамас еді. Көп ойындар жаза бергеннен. Бір анандай нормально 10 гигабайттық, 1 гигабайттық соткалердің сілінеді. Ал міне достар, приложение установлено, готово деген басайын. Так, достар, Sigmon Party'miz жазылды. Ендеше ішіне көрейік. Қандай болады екенін. Так. Подтвердите свой возраст. Он қоямыз. Так. Міне жазылып отыр. Загрузка болып жатыр. Вам нравится нет дей салайық. Ал міне достар, магазинге кірейік. И міне достар, монета бізде толықтыр. Міне осын қайталасаңыздар болады. Артынан өте керемет зат, неше түрлі түстер сатып алуға болады. Неше түрлі машиналарды
күшті. Және мынаны бәрін алуға болады. Новая шляпа, новый цвет, новая машина. Және ноутбуктан барлық нелер ашылып тұр. Заданиялар анандай. Неше түрлі нелер. Достижениялар уже ашылып тұр. Және бірінші орында тұрмын. Осындай достар. Бесконечный мынау біту дегенше примерно бір шама жыл керек біту дегенше мына монета. Осы стигма неше түрлі ойындарға тексеріп көріңіздер. Чит түрі жазылады. Осы мен қайталағанымды істеп. Мысалы, Stickman Party'ді жазылы. Stickman Party'ді бірінші достар. Stickman Party'ді жазбай. Бірінші Stickman Party'ді жазбаймыз достар пламекарттен. Сразу телеграмға кіріп, чит түрін жазамыз. Өзі жазылады. Міне осындай чит түрі болды достар. Сіздерге ұнады деп ойламын. Енді осы видеоға әрине осы үшін лайк басып кетейік. 10 лайк жинайық және лайк санын көбейте берейік. Ал достар, видеомды аяқтаймын. Сіздермен болған Әлімхан СТV. Бәріңізге сау болыңыздар.